Адамның жүрегінде ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектесін. Адам баласының жүрегінде қадір тұтып құрмет ететін екі ұғым болса, оның бірі ұстаз. Дұрыс айтасың. Ұстаз деген сөз қазақ баласы үшін қашанда қасиетті, қадірлі болған. Ұстаздан тәрбие алған немесе ұстаз алдын көрген деген сөздер ана тәрбиесін алған деген сөздермен ұштасып жатады. Келесі кезекте ұлтымыздың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы жайлы көрініске береміз. Көрініс. Алламай, мына жапан далада әрбір қазақ баласының сауатын ашып, хаттанып керек. Бірақ оны қалай жасаймыз? Мектептен қанша орыс шығарсам да орны қазақ болдырып болар емес. Ахмет қалам, қазақ дем албастан болар еді. Осылай жүріп президент сауалды қыртпағансың ғой. Қазағымның жайын көріп, мен қалай дем аламын апа? Қазақтың әрбір баласы өз ана тілінде сауатын ашып, ана тілінің рухын жандырса деймін. Оның бәрін бір күнде жасай алмайсың. Сен қазаққа емессің. Өлі президент сауалды қыртпағансың. Мен өлсем де өлемін жөнінменен, тәннен басқа не алар ем өлімменен. Өлген күні апарып шығарып көр, мен жоқ болман көңілі тәнімменен. Тән көмілер, көмілмес өткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бір күншіл, менікі ертең күшіл. Ахмет деген кім өзі? Патшалық үкіметіне қарсы шығатындай. Кім ол өзі? Байтұрсынұлы Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай губерниясында туған. Ұлты қазақ. Әкесін 15 жылға түрмеге жатқан. Не үшін? Өз басшылығы үшін. Бұзық адам десе, оның ел арасында ықпалы қандай? Оны барлығы құрметтейді. Жарық көрген бірнеше кітабы бар. Газетте не істеп жүр қазір ол? Қазіргі кезде оқыған диаларды қасына жинап, ауыл байларына жылу жинап, қазақ газеті қазақ тілінде шығарады. Газеттер қазақ балаларын оқуға, білімге шақырады. Оны дәлелдеп бестеп абақтыға алмаңдар. Жарайды, не болмаса. Ахметке жала жабылған кез. Байтұрсынов деген сен бар? Я мен. Ұстаңдар мынаны. Бұл халық жауы. Сен түрмеге жабамын. Жіберіңдер баламды. Жібер көзім бар. Қасайын. Қарағым, дұға ойым қамқор анам, арнап хат жазайын деп алды баланы. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отырып алам. Мағұлап кісі ұрлаған айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа не бар шығар. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар көп, жаннатқа да тарам-тарам. Оқ тиіп, оның ішінде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адам ісін етпейді ме, ұялмай не бетіммен көрге барам. Көп айтпай қысқасына сездіретін, балаңның мінезі бар сөзге санам. Кетер деп суға құлап отқа түсіп, қайғы жеп ұлың үшін болмақ алам. 1937 жылы 8 желтоқсанда қазақтың ұлы ұстазы патша үкіметінің жаласымен халық жау атанып, жазықсыз атылып кетті. Ахмет атамыздың өзі өлсе де сөзі өлмес. Артынан қалдырған мол мұрасы әрбір қазақ баласында шамшырақ болары сөзсіз.